Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай өте үлкен көлемде шығатын творожный пирогтың, яғни сүзбелі бәліштің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бәліштің қамыры үгітілмелі әрі өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Олай болса, менің арнамнан алыстамай видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге қажетті заттар: разрыхлитель, ұн, жұмыртқа, қаймақ, сары май және қант. Ең алдымен разрыхлителімізді ұнға салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілген болуы тиіс. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін осы ұнды көлемі үлкен ыдысқа салып аламыз. Және бұл жерде сары майымызды міндетті түрде алдын ала тоңазытқышта қатырып алғандарыңыз дұрыс. Енді сары майымызды ұнға ауната отырып, үккіштің осындай үлкен көзінен өткізетін боламыз. Майымыз еріп кетпес үшін осылай тез-тез өткізетін боламыз. Бұл жерде біз песочный қамыр, яғни үгітілмелі қамыр дайындап жатырмыз. Сіздер бұл бәлішті биік қылып жасағыларыңыз келсе, көлемі кішірек формаға жасасаңыздар да болады. Онда бәліштеріңіз биік болып шығады. Ал егер мен секілді противенге жасасаңыздар, бәліштеріңіз төмен, бірақ көп болып шығады. Мінекей, енді майымызды осылай ұнмен араластырып, үгітіп жасаймыз. Яғни орысша айтқанда крошки жасайтын боламыз. Енді осы ұнға қаймақ салатын боламыз. Бұл жерде қаймақтың пайызы маңызды емес. Содан кейін бір жұмыртқамызды жарып саламыз. Сондай-ақ қантымызды салып, қамырымызды илейтін боламыз. Менде қамыр бір-біріне бірден бірікті, ал егер сіздердің қамырларыңыз бірікпей жататын болса, сүт қосып жіберсеңіздер де болады. Сүтті көп қоспайсыздар, сәл ғана қосасыздар. Бірақ су қоспаңыздар, себебі қамырларыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Енді өзімізге ыңғайлы болу үшін қамырымызды осылай үстелдің үстіне жайып, бір-біріне жақсылап біріктіретін боламыз. Сондай-ақ қамырыңызға артық ұн қоспаңыздар. Егер сіздер дәл осы рецептімен өлшеп жасайтын болсаңыздар, сіздерде де осындай үгітілмелі қамыр шығатын болады. Нақты қажетті заттардың мөлшерін мен видео астына описанияға қалдырдым. Дайын болған қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа қоямыз. Бұл уақытта біз салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына ірімшік, қант және қаймақ, сондай-ақ 2 немесе 3 жұмыртқа салсаңыздар болады. Мен 3-ші жұмыртқаны кейіннен салдым. Енді осының барлығын блендердің көмегімен езіп шығатын боласыздар. Менде блендер болмағандықтан мен миксерлеп шықтым. Және мінекей мен 3-ші жұмыртқамды кейінірек салдым. Барлығын осылай жақсылап миксерлеп шығасыздар. Мен аздаған ванилин қосып жібердім. Ол видеоға түспей қалыпты. Бізде осындай қою масса пайда болады. Мінекей жарты сағат өткен соң біздің қамырымыз тоңазытқышта тұрып, осындай қатты күйге енеді. Және қамырымызды бір үлкен, бір кіші 2 бөлікке бөлетін боламыз. Үлкен бөлігі астыңғы жағы, ал кіші бөлігі үстін әсемдеуге алып қаламыз. Олай жасамай, үстін ашық қылып қалдырсаңыздар да болады. Біздің қамырымыз үгітілмелі болғандықтан мен бірден тефлоновый коврикке ыстым. Сіздер де бірден пергаментный қағазға ыссаңыздар болады. Және қамырды су барысында ұнды аямай молырақ қылып себіңіздер, себебі біздің майымыз еріп кетуі мүмкін.
Бәліштің үстіңгі бөлігін өз қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен осындай жолақтар кесіп алып, тор көзше жасадым. Және бәлішіміздің астыңғы бөлігін шанышқының көмегімен осылай тесіп шығасыздар да, манаға дайын болған сүзбелі массамызды құйып, бір тегіс етіп шайып шығамыз. Содан кейін үстіңгі жолақтарын әсемдеп қойып шығып, бәлішімізді қызып тұрған 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Мінеки достар, біздің бәлішіміз дайын. Шаймен ішкенге өте дәмді әрі жұмсақ. Сіздерге міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Алғаш рет жасап жатсаңыз да сәтті шығатын рецепт. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, алда түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Назар салып, видеомды соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір.